үйдегі жиған терген ақшамның бүкіл дүние сенікі, үйде мирас тұр. Мирас деген әкесінен қалған заттардың көбісі тұр сол жерде. Жүр, сен мына жерде құл болғанша ана жерде азатсың дейді ғой. Сол кезде ана кісі айтады, ренжімеңіздер дейді. Әлбетте мен сіздер кім екендеріңізді жақсы білемін, дүние мүліктерді білемін. Бірақ та дейді, мен бір адамды таныдым дейді. Ол адам басқа адамдар секілді емес дейді. Және мен бұл адамның артында өте үлкен болашақ бар екенін сезіп тұрмын дейді. Заид деген кішкентай баланың әңгімесі айтады. Мен бұл кісінің артынан өте үлкен нәрсені сезіп тұрмын дейді. Маған әке де, шеше де, ойлаңыз. О инфақ деген нәрсе өзіңнен, өзің әке шешеңнен Алланы және оның елшісін жақсы көру, артық көру. Бұл кісі әлі пайғамбарлық басталған жоқ әлі. Бұл әлі пайғамбарлыққа дейін болған әңгіме ғой. Соның өзіне не дейді? Мен сол нәрсені сезіп тұрмын. Енді Алла Субхана тағала алдында айтқан айтады ғой, өте әділ деп. Кім қандай Алла жолында құрбандыққа баратын болса, бір нәрсесін қиятын болса, Алла Субхана тағала оның дәрежесін одан да өзі ойламаған жерден бірден 700 есеге дейін одан да көп көтеріп жіберуі мүмкін. Түбіндегі нәрсе Алла үшін істесін. Бұл әлі өзі анық қандығын сезбей тұр, бірақ та дейді, әке шешем, дүнием, аға көкелерім, бостандығым, осыдан да артық осы Мұхаммедтің жанында қаламын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы әңгімесін естіп қуанып, бағанағы Заидтің қолынан ұстайды да, мынау Қағбаның алдына келіп, Хижр деген жері бар. Кім Меккеге барды, Қағбаның алдында мынандай бір доға бар, Хижр деген. Білесіздер ғой, Хижр деген Қағбаның алдында мынандай бүйтіп доға тұрады ғой. Қағбаның алдында елестеп білетін шығарсыңдар, Қағбаның алдында бүйтіп Ибрахим алейхиссаламнан қалған бұрынғы Қағбаның орны деп атады. Сол Хижрдің жанына барып бәріне айтады. Біліп қойыңдар, бүгіннен бастап Харис менің нем дейді? Олым демейді. Енді менің мұрагерім дейді. Наследник. Мен де Харистің мұрагерімін дейді. Біліп қойыңдар дейді. Деп сөйтіп қатты қуантып елдің бәріне Харисті өзінің мұрагері деген, яғни ұлым деуге де болады. Өйткені менен қалған дүниенің бәрі осы Харистікі, Харистің қалған нәрсені менікі, бұл менікі деген сияқты. Сөйтіп, сол кездегі ана екі адам, бұл екеуінің арасындағы махаббатты, бұл екеуі дегенде бір-біріне байланысты сезіп, жүректерінде бағанағы балам жаманшылыққа кетті ма, қиянатқа түсті ма деген нәрселер көңілдерін жай тауып, үйлеріне қайтқан еді. Ал енді Заид ибн Хариса осыдан кейін ислам тарихында қандай Алла Субхана тағала жақсылық берді десеңіздер. Алла Субхана тағала дәрежесін сондай көтереді, бағанағы Абу Бақыр ас-Сыдыққа, Омар ибн Аль-Хаттабқа, Али радиаллаху анхуға, Осман ибн Аффандарға, басқа да атақты сахабалардың ешқайсысына бұйырмаған өте үлкен құрмет беріледі Заидқа. Біз оқитын мынау кітап Құран-ы Кәрім. Бірде-бір сахабаның аты жазылмаған. Тек қана Алла Субхана тағала бір ғана сахабаның атын осы Құран-ы Кәрімде атайды. Заидтің атын атайды. Осы Заид ибн Харисаның атын атап отыр. Бұл деген Алла Субхана тағаланың Құран-ы Кәрімде сенің атыңды атау деген, одан кейін ол Құран-ы Кәрімді қазір қаншама миллиардтаған адам хатым етіп оқып отыр. Оны күнде қаншама адам хатым етіп отыр. Қаншама адам қияметке дейін бұны әлі оқиды. Қияметке дейін Заидтің есімі өшпейді. Алла Субхана тағала оның есімін өзінің Құран-ы Кәрімдегі алтын әріптермен қосып тұр. Бұл дегенді айтып жатырмыз ғой, кім деген Алла жолында өзіне керек өте үлкен нәрсесін қиятын болса, Алла Субхана тағала оның дәрежесін сондай биік дәрежеге көтереді. Пайғамбарымыздың жанында жүріп, бүкіл пайғамбарлықтың туын, яғни пайғамбарымыздың мұсылмандардың туын ұстаушы болады бұл кісі. Заид ибн Харис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл Заидті өзінің баласы деп әлі ислам келгенде, исламдағы Ахзаб сүресінің 5-40 аяттары келгенше елдің бәрі Заидті Заид ибн Мұхаммед деп айтып келді.
Мұхаммедтің баласы Зайд деп айтып келді сол уақытқа дейін. Бірақ та Алла субхан тағала Ахзаб сүресінің 5 және 40 аятта тыйым салмағанша. Алла субхан тағала сол аяттарда мынандай нәрсені түсіреді. Ұлдарыңды өз әкелерің есіммен шақырыңдар. Яғни өзінің туған, яғни биологический әкесінің аттарымен шақырыңдар дейді. Осылай жасау Аллах тағаланың ең дұрысы дейді. Деп 5 аятта түсіре ма? Алла субхан тағала Ахзаб сүресінің 40 аятында былай айтады. Мұхаммед алейхиссалам сендерден Зайд секілді ешбір ер адамның әкесі емес дейді. Ассаламу алейкум. Не деп айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Ахзаб сүресінің 40 аятында не дейді? Мұхаммед алейхиссалам сендердің Зайд секілді ешбір ер адамның әкесі емес деген аят түсіреді. Бағана 1 аятында не деп айтты? Ұлдарыңды өз әкелерінің есіммен шақырыңдар, осылай жасау Аллахтың алдындағы ең қайырлысы. Содан бастап бізде де аталарымыз біреу адам қайтыс болатын болса, атасының аты кім еді, шын әкесінің аты кім еді деп іздейміз оны. Ол анау біреудің бағып алған баласы болса, оның атымен атауға болмайды. Түсінесіздер ғой? Сол үшін шығаратын кезде оның азан қойып шақырылған аты бөлек болады, документте басқаша болады. Азан шақырылып әкесінің атымен аталған атпен шығаратынымыз осы себеп. Сол үшін біреудің баласын өзіңе теңеп жазып алуға болмайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 35 жасқа толған кезде Қағбаға бір өте үлкен төрелік жасайды. Бұл бір әңгіме болады осындай. Қағба сол кездерде көптеген нөсер жауындар жауып, көптеген күннің әсерінен бар, желдің әсерінен бар, Қағбаның не істейді? Іргетасы кәдімгідей сол кездегі құлдыраған болатын. Сол кездегі бүкіл меккелік құрайшылардың үлкен аталары барып, осы Қағбаны қайтадан жөндейік деп ұсыныс жасайды. Сол Қағбаны жөндеуге кірісіп, бірінші Қағбаны бұзайық дейді. Сөйтіп Қағбаны бұзып, оның тарихы өте үлкен, оны жеке айтып берсе де болады, біз қысқаша өтіп кетеміз. Сөйтіп әрбір 4 қабырғасын 4 түрлі тайпаларға әркімнің өзінің жеке-жеке, бұл жерде талас бар ғой, біз жасауымыз керек, анауын біз жасауымыз керек деп. Сонымен бүкіл нәрсені теңдей бөліп беріп, Қағбаны көтере бастайды қайтадан. Оның үстінде келетін ағаштарын жеке басқа аяқтан алып келеді, тастарын жеке басқа аяқтан алып келеді. Солар құрылыс жүріп жатыр. Шыққан кезде, бітіп көтерілген кезде бір жеріне келгенде қадалады. Хаджарул асвад деген жеріне келгенде қадалады. Хаджарул асвад деген не ол? Тура бұрышындағы тұрған қара тас. Ол тас, оның шығу тегі не дейді? Жәннаттан түскен тас деп айтады. Кезінде ол аппақ тас болған. Кейіннен адамдар өздерінің сояққа барып күнәлі қолдарымен ұстап, күнәдан адамы қарайып кеткен дейді. Негізі ол жарқыраған аппақ тас болған. Енді осы тасты жерге қойып қойған. Осы тасты сол жерге апарып, сол жерге қоюды әрбір тайпа Бану Хашим біз қоямыз дейді. Банағы Бани Кәліп біз қоямыз дейді. Сол сияқты әрбір тайпа оған біз лайықтымыз дейді. Оның кәдімгідей жай ғана емес, кәдімгідей төбелеске барайын деп отыр. Ремонт тоқтап қалды. Сол кезде ішіндегі Абдудар ұлдары деген, Абдудардың балалары не дейді? Абдудардан басқа біреу Қағбаға осы қара тасты қойса, соның бастарын шабамыз дегенге дейін барды. Олардың бағана тәкаппарлықтары, бір-бірінен деген таластары сондайға дейін бар жатыр. Сол кездегі бұл енді вопросты тупик болып қалды. Енді бір нәрсең десе, уже кәдімгідей қан төгіс болайын деп отыр. Бір ремонтқа бар. Сөйтіп тұрған кезде Хузайфа ибн Муғира деген кісі бар. Хузайфа ибн Муғира деген. Осы Қағбаныда бірінші елдің бәрі қорыққан еді, бұзатын кезде. Қағба деген Алланың үйі ғой. Енді бұны бұзуға бірінші рет біреулер келген еді, естеріңізде бар ғой алдындағы. Абраха деген кісі келіп бұзам деп кетіп еді ғой. Сөйтіп Абрахаға не болып еді? Абабил құстары келіп
бычыттарын шығарған дейді. Енді осыдан кейін енді қағбан бұзып көр дейді. Елдің бәрі қағбан кім бұзады деген кезде осы кісі де Мұғира барып бірінші барып ал үйдің жанына барып қорқады ғой, елдің бәрі тығылып қалған, тауға шығып кеткен ғой. Қазір анаған бүйтіп тисе дейді, ойлайды қазір абабил құстар қайтадан келеді деп ойлайды ғой. Сіз Мұғира тұрып, осы қағбаның иесі, біздің ниетіміз сенің үйіңді қирату емес, ниетіміз сенің үйіңді қайтадан ремонттап жасау дейді. Рұқсат берші, кішкене мына үйіңнің шетін бұзайын деп тық дейді де бүйтеді ғой, жан жағына бүйтіп қарап. Аспанға қарайды елдің бәрі, тық деп сөйтіп. Сол Мұғирада не дейді? Мен сендердің дауласып отқан нәрселердің шешімін білемін дейді. Қалай оны, қалай шешеміз деген кезде, мынау қағбаның мәшеттегі кіретін шеттері, сырттағы қағба, вороталар бар. Соны Бани Шайба деген воротасы бар. Сол Бани Шайба